Welcome to my channel, Watu Saba Junior. Maluk Sira, kita haluha subscribe. Шығыс Тимон өкілі Анто және Аткомбаярдың кездесуі 48 салмақ келі салмақ дәрежесіндегі соңғы жұп болмақ. Біз одан кейін 51 келіге ауысатын боламыз. Қазір Қызылбұрышта шығыс Тимон өкілі Хауда Сильва Антонио Николау және Көкбұрышта Аткомбаяр моңғолиялық боксшы. Және әріптесім айтқандай, жалпы Моңғолия бокс деген кезде қаржай емес, бестер кешеде бірнеше жастарға жеңіске жетіп жатты, көрдік. Өте мығым физикалық тұрғыда да әдемі шыңдалған боксшылар. Қазір көрейік. Ал шығыс Тимон өкілі қазір осы жарысқа қатысуға ниеттеніп өтініш білдірген екен, және де мінекей тұңғыш рет осылай Астанада, елорданың төрінде қазір байрақты бәсекеге қатысып отыр. Әзірге мінекей моңғол боксшысы Аткомбаяр қарсыласқа бірінші нөмірмен шабуылдауды ұйғарған екен, және де оң қолының жойқын соққысы бар екенде алғашқы соққыларынан ақ байқадық. Әдемі соққы, тағы міне қазір қарсылас Аткомбаярдың қазір басын төмен басып қорғанып тұрған кезде бүйір тұсынан 3-4 соққы бағыттап үлгерді. Бұл әрине қай боксшы, міне тамаша, тағы да қазір әдемі джеппен ұпай алуға тырысып жатыр. Екінші апперкоты өтті, дегенмен жойқын емес. Ал қазір шығыс Тимондық Хауда Сильва әзірге тек қорғаныспен ғана күнелтіп жүр. Бірінші раунд 48 келі салмақ дәрежесі, 6-шы кездесу, бүгінгі күнге жоспарланған 6-шы кездесу. Әзірге қазір бірінші раундта осылай аяқтайтын сияқты. Бұл алғашқы раундтар Аткомбаярдың басым болған сөзсіз. Қазір мінекей бірінші раундтың қорытындысы бойынша 4-1 есебімен Аткомбаяр елінің өкілі Хауда Сильва Антонионың еншісіне жазған. Бірақ жекпе-жек бойынша екі боксшының да әлеуеті, жалпы соққылары өте мығым, әрі жылдам, жақсы. Дәл тиген соққыларынан шешім шығарған әрине төрешілер. Аткомбаярдың жеңіске жеткеніне екінші раунд мінекей. Бірінші раундта барлау жұмысын жүргізген моңғолиялық енді екінші раундта барлық мәселеге нүкте қоятын секілді. Қазір мінекей көріп отырсыздар, өте бір тактикалық тұрғыдан қарағанда моңғолиялықтың бір ойлағаны бар. Бір-екі соққысын дарытып, кейінге шегініп сытылып шығып кетіп жатыр. Өте керемет. Бұл жерден де
Шеберлікті айтқан дұрыс шығар. Аткомбаяр қазір оңға солға аяққа жұмыс істеп, 1-2 соққысынан дартып, қарсыласты біраз шаршатып, құдды бір оқу жаттығу жиында жүргендей. Бұл Хауда Сильваға үлкен тәжірибе. Бұл жерге келгеннің өзі бір қандай үлкен сабақ десеңші. Осындай білікті әлеуеті жоғары қарсыластармен жұдырықтасып, өзінің шеберлігін шыңдай түседі. Сегіз келді әрине біздің елден көптеген боксшыларымыз талай әлемдік додаларда атой салған білеміз. Санжар Тәшкенбайды айттық. Серік Теміржанов кеше ғана Айбаның ұйымдастыруымен өткен бокс чемпиондар түнінде жеңіске жеткенін айта кетейік. Күллі әлем назары дәл осы жекпе-жекте болды. Біздің саха боксшымыз шеберлігін көрсетіп жеңіске жеткен жайы бар. Әрине қазір елордада дәл осы салмақтағы әлемнің түкпір-түкпірінен келген 22 жасқа дейінгі былғары қолғап шеберлері жиналды. Монғолияда бұл салмақта әлем чемпионатында өнер көрсеткен бірнеше боксшылар бар. Монғолияның боксы бұрынғы нәтижелерімен салыстырсақ, қазір енді едәуір дамып, бір биікке жетіп жатқанын айта кетейік. Ал екінші раундта мінеке көріп отырсыздар. Аткомбаяр 5-0 есебімен сенімді түрде аяқтады. Қазір 3-ші раундтың шешуші 3-ші минутына да боксшыларымыз қадам басатын болады. Әзірге моңғол боксшы Аткомбаяр